Hello, everyone. Children, hello. My name is Karolash Marakina, and today we will learn and introduce yourself. My name is Karolash Marakina. We will learn English, new theme. Жаңа тақырып өтеміз бүгін оқушылар. Please introduce yourself one by one. Who is here and what is your name? Аттарыңызды микрофонды қосып, атыңызды айтасыз. My name is Sanim Ibrahimova Sanim. Sanim, hello, how are you today? Are you okay? I am great, okay. Thank you very much. Next, who is next student? Who is the next? My name is Mansur Dalgas. Dalgas, hello. How are you doing? I am okay. Thank you. And who else? Tағы да кім бар сабақта? Жақсы. Басқа оқушылармен әлі де танысып жатамыз, оқушылар. Бүгінгі біздің тақырып 9-шы сыныптың for the 9th grade, unit 8, 8-ші бөлімді сендер қазір өтіп жатсыңдар, және бізде мынандай тақырып бар. Theme of our lesson is adverbs and type of adverbs. Көрініп тұр ма сендерге екран? Do you see my screen? Оқушылар көріп тұрмыз ба? Жақсы. Онда балалар, қарайық, adverbs дегенді қалай түсінеміз? Қазақ тілінен аударғанда adverbs дегеніміз істеу. Істеу дегенді қазақ тілінде қалай түсінесіңдер? Не ол істеу дегеніміз? Adverb'тің екінші сыңары бар. Оның көмекшісі ол adjective. Adjective пен adverb шамалы бір-біріне ұқсайды. Олардың қызметтері сәл ұқсас. Мысалы, adjective дегеніміз ол қазақ тілінде сын есім, сын есімді біз не үшін қолданамыз? Ол бізге нені сипаттайды, балалар? Микрофонды қосып жауап беріп отырамыз, сұрақтарға. Сын есім, adjective нені сипаттайды? Қазақша жауап берейік. Сын есім. Adverb дегеніміз істеу, дұрыс. Енді осы adverb'ке ұқсас қарайтқан екен. Adjective дегеніміз ол түсті, пішінін, сондайларды сипаттайды. Жақсы, қараймыз. Adjective дегеніміз сын есім, сын есім сипаттайды нені? Затты, noun, яғни зат есімді, белгілі бір затты сипаттайды. Мысалы, мына тақтаға қарай, board. Мына тақтаға қандай бір сипат бере аламыз? Ыңғайлы тақта, for example, board is comfortable. Ыңғайлы. Or book. Мысалы, кітап. Кітапқа қандай сипаттама бере аламыз? Book is, қанекей, бір мысал келтірейік. Кітап қандай? Қандай? Book is жаңа. Жоқ, book екен ғой, board. Book is... Book is қандай? Кітап, мысалы, жаңа. Естіп тұрған жоқсың, тағы да қайталайық. Interesting. Book is interesting. Okay, good. Book is interesting. Yes. Енді қарайық. Енді мынау бізде adjective, noun'ды сипаттаса, енді балалар adverb. Adverb дегеніміз жаңағы істеу, Істеу ол сипаттайды белгілі бір әрекетті балалар. Action, verb, яғни етістікті сипаттайды екен. Мысал келтірейік. Мысалы, жүгіру. Жүгіру деген ағылшынша қалай? Run. Run. Адам мысалы жүгіреді. Біз қалай жүгіреміз, балалар? How we can run? We can run. Қалай жүгіреміз? Fast. Tez жүгіру. Run very fast.
Yes, we can run very fast or we can run slow. Кейбіреулері баяу жүгіреді, иә? Яғни, қараңдар, енді мынау adverb, ол бізде етістікті сипаттайды, балалар. Етістіктің қалай жасалып жатқанын айтады. Мысалы, сөйлеу, speak. Адам қалай сөйлейді? Біз қалай сөйлейміз, балалар? Қайталап жүрсіз, по-моему. Сөйлеу, мысалы, сөйлеу деген іс-әрекетті алсақ, иә? Адам қалай сөйлейді? Әдемі сөйлей алады, иә? Сосын қатты сөйлей аламыз, иә? Немесе ақырын сөйлейміз, иә? Жаңағы іс-әрекеттің қалай жасалып жатқанын білдіреді, балалар. Мысалы, енді мына картаны көріп тұрмыз ба? Қане, мына сөйлемді оқиықшы. Көріп тұрмыз? Қане, мына сөйлемді оқышы. Сезім. She can run. She can run. Аударайық енді осы сөйлемді. Аударайық осы сөйлемді. Ол жүгіре алады. Ол жүгіре алады. Тамаша. Енді біз осы жүгірісті ол қалай жасай алатынын сипаттайық. Қанеке, екінші сөйлемді оқимыз. He runs quickly. Okay, good. She runs quickly. Енді осы жерде мына сөзді алсақ, балалар, quickly дегеніміз бізде жаңағы не болып тұр? Adjective. No. It is adverb. Adjective бізде затты сипаттайды ғой. Мына жерде біз іс-әрекеттің қалай болып жатқанын сипаттап тұрмыз. Тамаша. Енді қараңдар. Егер орысша түсіндірсек, мынау quick дегеніміз, балалар, quick дегеніміз ол быстрый деген сөз. Быстрый, ал quickly дегеніміз ол быстро. То есть делать как? Қалай жасаймыз? Quickly, тез. Окей? Түсінікті ме? Қазір әлі де мысалдарды нететін боламыз, талдайтын боламыз. Енді мынаны өздеріне скрин жасап алыңдар. Үйде асықпай тағда жазып, конспект жасаңдар, иә, дәптерлеріне. Түсіріп алайық мынаны. Түсірдік па? Енді мына жаққа кеттік. Енді қарайық, балалар. Жалпы айтқанда бізде тілде бізде part of speech болады. Яғни ол сөз таптары. Ағылшын тіліндегі дәл сондай сөз таптары болады, балалар. Part of speech. Яғни бізде бір сөз ол әртүрлі сөз таптарына жазылуы мүмкін, иә? Мысалы, қандай сөз таптары бар? What parts of speech we know? Мысалы, nouns, ол біз жаңа айттық, ол не nouns дегеніміз? Есімдер. Есім. Иә? Қандай сұраққа жауап береді? Кім не? Не, иә? Жақсы. Енді жаңағы adjective. Adjective дегеніміз не? Білмесім. Молодец. Так, келесі verbs. Verbs. Етік. Етістік. Тік. Тік. Дұрыс, етістік. Так, келесі біз айтпаған. Pronoun. Бұл бізде балалар есімдік. Орысша айтады. Состояние. Мен, сен, біз, олар дегеніміз осы pronounға жатады. Prepositions. Prepositions дегеніміз ол бізде предлоги, яғни шылаулар. Әртүрлі шылау болады, иә? Мен мектепке бара жатырмын. I go to school. Осы жерде to сөзі осы prepositionға жатады, балалар. Conjunctions. Conjunctions дегеніміз ол сөздерді өзінің арасында қосатын қызметтік сөздер. Енді осы ең негізгі part of speech-ті осылай біз жалпылама еске түсірейік, және әрі қарай балалар енді бізде жаңағы істеулеріміз әртүрлі топқа бөлінеді екен, балалар. Ең негізгілерін мен сіздерге қазір түсіндіріп өтемін, сосын қосымша тағы оқып жатамыз, иә? Қараңыз, ең басты adverb of manner. Adverb of manner дегеніміз ол істеу нені сипаттайды? Manner дегеніміз манера, яғни поведение. Әдебіміз. Біз бір іс-әрекетті қандай әдеппен жасаймыз? Мысалы, describes how an action is done.
яғни белгілі бір іс-әрекеттің қалай жасалғанын айтады балдар. For example, softly, мысалы, мягко, он говорит мягко, she speaks softly with people. Ол достармен сондай мягко сөйлеседі, иә? Келесі. Adverb of time. Time не балалар? Adverb of time, you know. What is time? Екінші түрі ол бізде істеу, қандай істеу? Нені көрсетеді? Time. Көрініп тұр ма? Жауап берейік. Уақыт істеуі. Уақыт. Балалар, сендер менімен бірге арасында микрофондарды қосып, сөйлеп, жауап беріп тұрыңдар, иә? А то мен өз бетімен өз-өзіме сөйлесіп жатқандай боламын, жақсы ма? Мынау уақыт істеуі. Яғни қазір, иә? Мысалы, teacher explains the lesson now. Дәл қазір мұғалім сабақты түсіндіріп жатыр. Немесе we went to shop yesterday. Біз кеше дүкенге бардық. Осы жерде қашан деген сұраққа жауап беретін, ол бізде adverb of time, okay? Так, келесі adverb of place. Do you know what is place? Place деген Жер. Жер. Place. Молодец. Жер, орын. Мекен, орын. Орын, жақсы. Place, мысалы біз неге бір жасқа барғанда first place алсақ, иә, біз бәріміз hooray деп қуанамыз, иә? Place'ті солай есте сақтап қалыңдар, иә? Place дегеніміз орын. Так, ол мекен істеу, яғни осы жерде here, there, ана жерде everywhere, бұл әрқайсынан бір-екі мысалдан келтірдік. Келесі adverb of frequency дегеніміз жиілік балалар. Біз бір іс-әрекетті қаншалықты жиі жасаймыз деген сөз. Always, әрдайым, мысалы, I always listen music in evening. Мен әрдайым кешке музыка тыңдаймын. Often дегеніміз часто, яғни жиі. I often watch TV. Мен жиі телевизор көремін. Немесе rarely, ол сирек дегеніміз. Және келесі топ түсінікті болып жатыр ма, балалар? Ja. Аха. Өздеріне конкрет. Немесе көлемін сипаттайтын істеу. Тамаша, тамаша. Adverb of degree дегеніміз келесі, ол degree, степень, қаншалықты жасалған. Мысалы, very, өте, мен шаршаулымын, I am tired. Енді осы tired қаншалықты біз шаршап тұрмыз? I am very tired. Мен өте шаршап тұрмын, иә? Too дегеніміз тоже слишком. He too slow. Он слишком медленный. Он слишком быстрый деген сөздер too қолданылады. Так, бұл бізде болды. Adverb of degree, яғни степень. Степень қазақша қалай бізде? Шырай, иә? Жоқ, шырай емес. Степень, пока степень деп жазып қойайық. Adverb of reason, бұл бізде белгілі бір причина. Себеп. Молодец, өте тамаша. Provide information about the cause of reason. То есть, бізге мәлімет береді не жайлы, қандай себеп болғаны жайлы, иә? Because, себебі деген сөздер қолданады. Сондықтан, және сол себепті деген сияқты. Окей, good, so. Енді мына жерде бірнеше мысал. Мысалы, what is she doing? Не істеп жатыр? She runs. Yes, how she runs? Қалай ол жасап осы әрекетті балалар? How she runs? Quickly. Тез. Көрдік па? Істеуде балалар manner of adverbs-та бізде мына жерде ly жалғанады. Көбінесе осындай форматта болады. Мына жерде peacefully деген өте тыныш, ұйықтап жатыр дегеніміз, иә? Peacefully. Енді қарайық мына жаққа. Where? Inside ішінде. Келесі outside, сыртта. Here
бар. Жерде. Мына жерде. Down. Жоғары. Жоғары, down астында. Бұл істеу балалар, бұл істеулердің аты қалай? Adverb Екі істеу. of place, иә, мекен істеу. Енді сендер осының ағылшыншасын міндетті түрде өздеріне жазып қойыңдар. Келесі, мынау мысал бізде бар. Так, мынау қаншалықты ол жасайды? Жаңағы несін degree көрсетеді, иә? Very, extremely, extremely, barely, almost деген сендердің ішіне словарный запастарыңды көбейту үшін осындай сөздерді енгіздік. Келесі, when, қашан, now, қазір, sometimes деген кейде. Кейде. Never ешқашан. Естімейді. Tomorrow, ертең. Так, жақсы. Енді балалар, мысалды қарайықшы. Мысалды. Естіліп тұр ма? Иә. Ал оқы ғой, жалғас. Немесе басқа кім оқиды? Who can read this sentence, please? Can you read? Find the adverbs. Yesterday, we very carefully planted pretty flowers outside. Okay, do you understand? Can you read? Yesterday. Қайталшы. Yesterday, кеше. Аудара аласың ба? Қашан? Кеше. Кім? Біз. Өте әдемі гүлдер отырғыздық. Осы жерде қайда бізде adverb? Where is the adverb? Can you find it? Yesterday. Outside. Okay, еще. Тағы да. Pretty. Very carefully. Pretty. Outside. Yesterday. Yesterday. Pretty and outside. Yes, it is your answer. Бұл сендердің жауаптарың. Енді тексерейік балалар. Так. Where is? This. Very. Yesterday. Балалар жатпайды. Не себепті? Pretty деген сүйкімді, жақсы, әдемі нені отырғызды? Гүлдерді. Бұл бізде сын есімге жатып кетеді балалар. Бұл бізде себебі flowers'ты суреттеп тұр. Ол adverb'қа жатпайды. Ал yesterday, very carefully outside осы төртеуі adverbs'қа жатады. Енді еске түсірейік. Yesterday бұл қандай adverb? Бұл нені көрсетіп тұр бізге? Нені сипаттап тұр? Adverb Of time. of time. Next, very. Бұл қандай тип? Ол жаңағы Jet. Adverb of jet. degree. Degree. Молодец. Carefully. Carefully. Андай аккуратно деген сөз, иә? Өте мұқият жасадық дейді. Сонда мұқият қалай біз жасадық? How we do it? Adverb of manner. Adverb of mannerға жатады. Тамаша. Енді қараңдар. Енді мына жерде what do you see? What is it? The dog wagged his tail and jumped. Yes, okay. It is a dog, and this dog wagged his tail and jumped. And now we should use adverbs. Енді осы сөйлемді біз осыған істеуді қосу арқылы более қызықты қылайық, иә? Сонда қарайық, кәнекей. Бізде бұл ит өзінің құйрығын не істеді? Wagged and jumped. Енді қай жерге біз істеу қоя аламыз және қандай істеу қоя аламыз? Кәнекей, ойланайық. And very jumped. How? The dog? Wagged. And very jumped. So, wagged. How he wagged? Қалай ол құйрық қимылдатты?
Және қалай ол секірді? Қанекей ойланайық. Мына жерде біз мына етістікті сипаттау үшін қандай істеу қоя аламыз? Апай мынадай қоюға ма? The dog wagged his tail and very high jumped. Okay, and high jump, okay, yes. Highly, высоко, highly. Жақсы. Тағы да қандай мысал? Ойланайық, миымызды қозғалтамыз, think, brainstorming, do. Ал енді тексерейік. Уақыт, иә, бізде уақыт шектеулі балалар. So, the dog happily wagged. Ол өте бақытты қозғалтып жатыр, иә? And jumped up and down. Қалай секірді? Жоғары төмен секірді. Енді қараңдар, бірінші сөйлем мен екінші сөйлемді салыстырғанда қай сөйлем сіздерге көбірек ақпарат береді? Екінші сөйлем. Екінші сөйлем, яғни ол detailed, иә, ол жерде ақпарат көбірек, детально бізге ашып жатыр, ол қалай нақсырып алды, ол қалай секірді, оңға секірді ме, солға секірді ме, тез бе, баяу ма, әдемі, жаман деген сияқты сөздер бізге көп ақпарат береді. Немесе the dog always wagged his tail and jumped excitedly. Excitedly деген андай тамаша, сондай бір қуанышты деген сөз. Always дегеніміз қандай түріне жатады балалар? Әрқашан. Әрқашан. Ал ол жаңағы adverbтің қай типіне? Manner. No, it's not manner. This is manner. Right. Frequency. Frequency, yes. Секіреді, иә, әрқашан молодец, жиілігін көрсетті. Өте жақсы. Енді осыны қорытындылай келе балалар. Қанекей, оқиықшы мына сөйлемді. Кім оқиды? Adverbs are words we use to describe verbs, adjectives, and other adverbs. Молодцы. Так, енді we use describe. Describe дегеніміз суреттеу, иә? Үстеу суреттейді. Қандай сөз таптарын суреттейді? Verbs, Етістікті, сын есімді, және басқа. Активдерді сипаттау үшін қолданылатын сөздер. Оған көмекші мынадай сұрақтар қоя аламыз, иә? How, Қайда, қашан, Қалай. Қашан, қалай. және to what extent? To what extent дегеніміз қаншалықты дәрежеде. қаншалықты дәрежеде? Молодец. Thank you for your attention and learning me. Балалар, енді мынадай тапсырма. Диас мұғалім көмек Так, енді балалар тақтаға назар аударайық. Қанша уақытымыз бар? Вышка ма? Жақсы, предупреждение шығады, иә? Жақсы, тамаша. Так, so children, we have a task for you. Ал барлығын түсіндірдім. Енді мына жерде қандай қанекей? Бірінші тапсырма. Choose adjective or adverbs. Сын есім немесе үстеу таңдаймыз. Peter is, так, мынаны басам, таңдаймыз. A or B? Careful. Carefully. Carefully ма? Careful. Careful, okay. He drives very Carefully. молодец. Жауап беріп жатқан. Сәнім. Сәнім, тамаша. Сәнім, ағылшында осы райынан таймай, ары қарай тура осылай оқи бер, иә? Өте үлкен жетістіктерге жетесің, Алла қаласа. Так, алдарып көрейік. Peter is a careful driver. He drives carefully. Who can translate? Дейді. Peter Қалай жүр? Питер. Өте. Жоқ. Питер. drives. Осторожный. Жүргізуші. Ол осторожный жүргізуші. Нормально. Так, he drives carefully.
Он водит как? Он очень Осторожно, Кадышева. тамаша. Келесі turtle walks. Do you know what is turtle? Slowly, Yes, slowly. slowly. Because they are Slowly. They are slow animals. молодец. Мына қайсы adjective, қайсы adverb? Adverb is the slowly, adjective slow. Mhm. Cautiously person. Cautious. Одан кейін Ah, Әдейі записым бар. Так, келесі. They are white. white. They are speaking. They are speaking quietly. quietly. Олар How? Quietly. How? Окей, молодец. Енді келесі. Так, мыналарды қойып шығайық, қанекей, балалар. Бәрістің аудармасы қалай? Жаман. Жаман. Енді осының істеуін табу керекпіз. Қайсы істеу? Bad. Badly. Badly. Молодец. Correct. Correctly. Молодец. Beautiful. Beautifully. Yes, good. Terrible. Terribly. Terribly. Good. Well. Terrible. Terribly. Good. Well. Good. Well. Hard. 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 Hard, hard, Fast. Hard. 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 Careful. Carefully. Happy. Happily. Happy. Happily. İkinci kım қатысы бар, сәнімен бірге. Happy. Happily. Дейді. Екінші, қалай, сәнімен бірге жауап беріп отыр. Ижаға істемай мектебі. Неде? Дей сұрақ. Жақсы. Балалар фото. Жүргіт па? Келесі сабақта осы аудармамен тапсырамыз. So, let's finish. 100% молодцы. All of your answers correct. Барлығы дұрыс. Game ойнайық. I play tennis badly. Tennis badly. Good, well done, молодец. Келесі. She do her homework. Don't correctly. Doesn't. She does. She doesn't Her homework correctly. do her homework. Your homework correctly. Yes, you're right. Оқимын. Bad luck. The time is up. Okay, so children. He He сосын не қоямыз? Ол не істейді? Run. 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 Very. Very- Race. They run Very very fast. fast. Okay, good. Yes, you're. Біздің уақытымыз сондықтан мынау өзі шығарып жатыр бізге. Жақсы, келесі сұрақ болғанда қалай жасаймыз? Неден басталады? Well. Do you English Speak English well. speak English well? Do you speak English well? Молодец. English well. Well done. So, так, балалар, енді мынадай кітап бойынша жасаңыздар, бізде 16 минутымыз қалыпты. А? Мынау ма?
Look at this. Балалар көрініп тұр ма тақта? Жоқ. Жоқ. Sorry. Just wait a minute, please. So, look at this. Көрдім. Көрдің ба? Иә. Көрінді. Жақсының заңына бағынбайтын ережесіне кейбір сөздер бар, иә? Ол бізде good, goodly деп ауыстыра алмаймыз. Немесе better деп как degree of adjective ауыстыра алмаймыз. Ол болады well. Мынау хороший, мынау хорошо. Қазақша аударғанда мынау да жақсы, мынау да жақсы. Сондықтан мен кейде арасында орысша қосып түсінікті болсын деп айтамын. Хороший, мынау хорошо. Hard дегеніміз Қиын. қиын. Мынау Fast. Тез. жоқ, hard. Қиын. Тоже қиын, иә? То есть тяжелый, это тяжело. Fast, тез, тез. Early'дің аудармасын білеміз бе? Жақын жер ма? Мына жақын жер деген сияқты. Жоқ, ол nearly. Ал мынау early. Ерте. Ерте. I get up early. Мен ерте оянамын. Ерте деген сөз рано. Мынауда ерте. Late. Мынаған қарама. Кеш. You are late. Сен кешіктің. Не себеп кешіктің? Сабаққа кешіксек, мұғалімдер сұрайды, иә? Why are you late? Неге кешіктің? Деп осы сөзді қолданамыз. Так, жақсы. Осы irregular verbs'ті міндетті түрде біліп жүреміз. Бұлар заңға бағынбайды. Қанекей. Түсіріп қоямыз. Take a photo. И балаларына төменгі жақта home task кітапты ашайықшы. Кітапта 91-ші беттегі тапсырманы орындадық па, балалар? Exercise 3 and 4. Жоқ. Орындадық па? Жоқ. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша exercise 3 and 4 page 90. 90-шы беттегі 3-ші, 4-ші тапсырманы аламыз балалар. Бұл жерде 3-ші тапсырмада 8 сөйлем берілген. Сендер дұрыс сөзді таңдау керексіңдер. Әрбір сөйлемнің аудармасын жазамыз балалар. Жаңа сөздерді өзімізге сөздікке жазып шығамыз, жаттаймыз. Сосын тапсырмада мына сөздермен толықтырамыз. I'm tired, мысалы мен шаршаулымын. Let's go and see the sights. Жүр, барайық, және де көрікті жерлерді көрейік деді. Я қай жерді көреміз? Қай сөз сәйкес келеді, балалар? Tomorrow. Ойна қас. Present here, мына жерде мекен үстемі қайсысы? Adverb of place қайсысы мына жерде? Her. Here. Осы жердегі көрікті жерлерді қарап келейік дейді, иә? Осылай орындаймыз. Әрбір сөйлемді қазақша аудармасын жазамыз оқушылар. Сосын, мына жерде менің номер телефонымды жазып қоясыз ба? Мен мұғалім соңғысына. Балалар, менің телефонымды арнайы топ ашамын. Әркім жеке тапсырмаларыңды маған жіберіңдер. 778 43. Ой, көрінбейді. Көрінбей тұр. Демонстрация жасаймыз қазір. Фотоға түсіреміз. Иә, көрінді. Көрінді. Write my number and write me on WhatsApp. Okay?
Маған WhatsApp-қа тапсырмаларды чек-чек түсіреміз, аудармасын жазамыз, сосын маған обратный связь береміз. Hello teacher, I'm Сәнім. Мұғалім бұл не ғой Сәнім деп маған жазыңдар ағылшынша, сосын тапсырма. Жақсы ма? Так, енді мынадай тест жұмысын сосын сендерге мұғалімдерді жібереді. Қазір осы жерден ашайын тестті. Нұрдәулет, Назия, Нұрдәулет. Так, мына жерде тесттің басы, егер сендерге бұл тест оңай, және қолдарынан келіп тез жауап берсеңдер, маған жазыңдар WhatsApp-қа. Мұғалім маған тесттің жалғасын жіберіңізші, мен ары қарай жауап берейінші деп маған жазыңдар. Сосын мен сендерге жалғасын жіберемін бұл тесттің. Сендердің білімдеріңді тексеруге. Мысалы, choose the best answer, A, B, or C. Is your name? How to what? Не отырмыз? What's your name? Молодец, бес. Келесі, екінші сұрақ. How old are you? Молодец. Вариант A. Where Are you from? Where are you from? my flat only has 2 rooms. It is very Small. A, B, C. Small. It is very small. Yeah, дұрыс айтасың. Осы жерде балалар бізде үстеу бар. Осы сұрақта қайсысы үстеу? Very. Ол нені қандай түрі? Degree. Молодец. Ол бізде нені сипаттап тұр? Қандай сөз табын сипаттап тұр? Small бізде қандай сөз табын? Несі adjective. Молодец. Adjectivті сипаттап тұр. Так, келесі. There are windows in this room. Нені қоямыз? Any, some. Any. Some. Some. Any или some? Some. Any деп ойлаймын. Кім any деп ойлайды? Хижабай Самай мектебіндегі Аяна. Any. Так, any мен someның айырмашылығы неде балалар? Сәнім сен Едесіз мұғалім? Сәнім сен any деп та ойлап тұрсың, some деп та ойлап тұрсың, я? Екеуінің айырмашылығы неде any мен someның? Екеуі бірнеше... Any деген Any деген. тек қана деген сияқты ма? Жоқ, шатаспаймыз. Any кез келген деген сөз. Сосын? Ал some деген кейбір Шамал. Сондай. кейбіреу деген сөз. Аллар қарайық. Any дегеніміз тек қана сұраулы және де болымсыз сөйлемдерде қолданылады, балалар. Сол оның айырмашылығы. Болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Ал some болса, ол тек қана болымды сөйлемдермен қолданады.